Сәлем баршаңызға. Бүгін алма қосылған фриттер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар. Алдымен шұңғыл ыдысқа ұнды қосамыз. Оның үстіне тұз, ашытқы, сарыуыз, сүт және қантты қосып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Бөлек ыдыста ақуызды аппақ болып көпіріп, формасын ұстағанға дейін миксерлейміз. Ақуызды жаңағы дайындаған қоспамыздың үстіне 1-2 қасықтан қосып отырып, асықпай араластырамыз. Қабығы ашылып тазартылған алмаларды қоспамызға салып, қызып тұрған майда екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Фриттер дайын, оны өзіміздің қалаған сгущенкамен немесе қант ұнтағын сеуіп отырып жеуге болады. Шайларыңыз тәтті болсын.